Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай, киносүйер қауым? Бүгін біз служанка фильмін айтатын боламыз. Бұл фильмде Ли атты қыз туралы баяндалады. Бұл кинода екі құрбы бірге тұрады, бірге жатып, бірге жұмыс жасап, бір үйді жалға алып өмір сүріп жатады. Осы қыздың бірі Ли деген қыз таңертең сұхбат алуға Чо ханым келеді. Үй иесіне үй қызметшісі және бала қарауға қызметші керек деп осы Лиге келеді. Чо ханым Лиді байдың үйіне алып келеді. Үйдің иесінің әйелімен таныстырады. Үйдің иесінің әйелі Хера деген келіншек болады, өте сұлу, әдемі келіншек. Ол бөпе күтіп жүреді, ішінде егіз балалары бар. Ал Ли балаларды өте қатты жақсы көреді. Жаңағы үйдің иелерінің Нами деген үлкен 5 жастағы қызы болады, және егіз іштегі балалары енді туылмаған балалар болады. Ли Намиді өте қатты жақсы көріп, үнемі қадағалап, ойнатып, кітаптар оқып сөйтіп жүреді. Және Ли одан бөлек осы Хераның ішін тазалап, осы Хераны суға түсіріп, өте жақсы күтім жасайды. Бірде үй иесі келеді. Ол өте бай және сымбатты, өте жақсы жұмыс жасайтын кісі болады. Ол бірақ соңғы кездері әйелі аяғы ауыр болғандықтан төсек қатынасына дұрыс түспей жүреді. Әйелі ылғи да бала туралы, бала және отбасы туралы үнемі айтып, осы күйеуіне дұрыс көңіл бөлмей жүреді, және төсекте де дұрыс болмай жүреді. Бірде Гохун үйдің иесі. Осы Гохун жұмыстан келген кезде Ли ванна тазалап жатады. Сол кезде Гохун алыстан бақылап тұрады осы Лиді. Ли өткені азаннан кешке дейін үйдің тірлігін бала бағумен айналысқандықтан осы ванна тазалауды кешке қарай тазалайтын болады. Сол ішін тазалап, өте қысқа юбка киіп, осы аяқтарына және бөкселеріне Гохун қатты қызығып қарайды. Бірде балалармен тауға шықпақшы болады, барлығы отбасымен бірге. Осы сәтте Ли мен Чо ханым екеуі балаларын алып басқа жаққа тауға серуендеуге шығады. Сол кезде үйдің иелері төсекке жатып, осы Херамен бірге уақыт өткізеді. Үйдің иелері Хера мен Гохун өте жақсы төсек қатынасына түседі, бірақ Гохун оны ұнатпайды. Оның аяғы ауыр болғандықтан іштері кедергі жасап, дұрыс төсек қатынасына түспей, дұрыс ләззат сыйлай алмайды, дұрыс қоздырмайды. Және әйеліне қанбаған Гохун түнде қолына бір бөтелке шарап алып Лиге барады. Лиге шарап ұсынады. Осы сәтте Гохун осы Лидің үстіндегі көрпесін шешіп, оны құшақтай аймалай бастайды. Сол кезде Лиде ол да шыдай алмай оған жабысып, екеуі бірге болады. Ли оған дейін жігітпен кездеспеген. Бұл жерде жаңағы Гохунды денесі сымбатты, енді красавчик бай болғаннан кейін қатты ұнатып, төсекте күшті болып бір-бірін қоздырып, енді бір-біріне риза болады. Гохунға да бұл Ли ұнайды. Келесі күні үйдің иесі Ли ханым, үйдің иесі жұмысқа кетеді. Ал кім Ли болса ертегі оқып, күнделікті жұмысын жасап жүреді. Келесі күні Гохун тағы да Лиге келеді. Ли болса осы жолы тардай жалаңаш төсекте сол Гохунды күтіп жатады. Оның келетінін біледі. Сол кезде екеуінің дауыстарын шамалы естіп, Чо ханым оларды көріп қояды. Содан кейін келесі күні Лиді қожайына бастықтары шақырып алып, оған төсекте жақсы болғаны үшін ақша береді. Бірақ оған Ли ақша үшін болмаған іштей біліп, оған ақша бергеніне жынданып кетіп қалады. Оны Чо ханым аңдып жүреді. Және осы Чо ханым осы Лидің осы байдың адамымен жай ғана ақша үшін емес, кәдімгідей шынайы жақсы көріп сөйлесіп жүргенін сезе бастайды. Және осы Чо ханым Лимен бірге оңаша қалып, екеуі бірге суға түседі. Сол кезде Лиден астарлап сұрай бастайды: сенің жігітің бар ма? Және осы уақытқа дейін жігітпен сөйлестің ба деп. Сол кезде Ли осы уақытқа дейін жігітпен сөйлеспегенін және жігітті жоқ екенін айтады. Және осы үнемі Лиді бақылап жүреді. Сол кезде Чо ханым енді үлкен кісі болғандықтан Лидің шамалы ауырып жүргенін, аяғы ауыр екенін Чо ханым сезе бастайды. Және бұны осы Хераның анасына, Чо ханым осы Хераның анасына барып,
осы үй қызметшімен ли мен үй қызметшісі ли мен күйеу баласы екеуі төсек қатынасына түсіп жүрген және лидің аяғы ауыр екенін айтады. Және бұл жерде Хераның анасы дереу келесі күні киімдерін әкеліп осы қызының үйіне келіп орналасады. Келесі күні ли люстраны үлкен баспалдақпен люстраны сүртіп жатады. Сол кезде осы Хераның анасы әдейі жаңағы баспалдақты құлатып жібереді. Сол кезде ли люстраның екі қолмен люстраны ұстап, мені құтқарыңдар және аяғымды баспалдақты көтеріп қойыңдар деп айтқан кезде ол жерде ешқайсысы неғылмайды, лиге көмектеспейді. Ақыр соңында екі қолы талып жерге құлап, буындары сынып больницаға түседі. Бұл жерде Хераның анасы Хераға барып бар шындықты айтады. Осы сендердің қызметшілерің ли сенің күйеуіңмен төсек қатынасына жатып және аяғы ауыр деп оған қызына айтады. Енді қызы қатты жынданып ашуланғанымен не істей алады енді күйеуіне? Бір емес 3 баласы бар және бай күйеуді таппайтынын және оған енді оған бағынышты екенін біліп, күйеуіне еш нәрсе демейді және сол баяғыша өмір сүре береді. Және үйдің иелері Чо ханымды лиге жібереді. Чо ханымның қолында үлкен себет толы гүл және қолында бір конверт ақша бар екенін біледі. Және аурухананың бүкіл шығындарын және тағы да басқа ақшалай сыйлықтары бар екенін Чо ханым лиге айтады. Және лиге Чо ханым енді жоғалып кет деп неғыл деп айтады енді. Короче, лиге сен бұл үйден кет, енді сен жақсы болмайсың деп астарлап түсіндіреді. Бірақ оны ли түсінбейді. Келесі күні қайтадан үйге келеді. Және оны Хера ұнатпайды. Хера оны қайта мінеп, сынап, тисе бастайды. Ауыр жұмыстар беріп, оған қатты сөйлеп жүреді. Оған ли шамалы ашуланып, үйден кетуге бекінеді. Солай ли барып Хераға барып айтады, мен өз еркіммен жұмыстан шығамын деп. Бірақ Хера оған не үшін жұмыстан шығатынын сұрайды. Сол кезде ли ешқандай себеп жоқ екенін айтады. Бірақ Хера оған жынданып, ашуланып, сен менің күйеуіммен төсек қатынаста болдың және аяғың ауыр екенін айтып, бетінен салып қалып айғайлайды. Және көп деген ақша ұсынып, Хера оның өмірден бір жолата кетуін сұрайды. Оған ли ойланып жүреді және оған Хера айтады, баланы алдырт деп тағы да көп ақша береді. Бірақ оны ли баланы алдыртқысы келмейді. Өйткені ол баланы өте қатты жақсы көреді. Солай бір күні ли өз бөлмесінде отқанда кішкентай қыз, 5 жастағы қыз Нами лиге келіп, әжесі және анасы үшін кешірім сұрайды. Не үшін кешірім сұрап жатқанын ли түсінбей, қыздан сұрайды, не болып қалды деп. Сол кезде Нами оған барлық шындықты айтып, оны әдейі баспалдақтан құлатқанын айтады. Және оған ли еш нәрсе демейді. Және Хера лидің баласын алдыртпайтынын түсініп, оған жасап, оған бере бастайды. Дегенде дәрі есебінде осы лиге барып күнделікті ішкізіп отырады. Бір күні ли суға түсіп жатқан кезде үйдің иесі бұрынғы сымбатты бай келеді, Гохун келеді. Гохун кіріп қалған кезде жалаңаш суға түсіп жатқан лиді көреді. Ли айтады оған, мен сенің балаңа аяғым ауыр деп. Сол кезде аяқ астынан ли қан құсып, баласынан айырылып қалады. Оны Чо ханым беріп жүргенін сезіп, лиге барып бар шындықты мойындайды. Лиге айтады, мен сенің аяғың ауыр екенін білемін, және сенің аяғың ауыр екенін Хераның анасына мен айтып бардым, және осылардың барлығына мен кінәлімін деп Чо ханым барлығын лиге айтады. Ли кек алуды көздейді, боянып, сыланып, қайтадан үйге келеді. Де бірден осы егіз балалардың бөлмесіне қарай барып, оны емізбекші болады. Сол кезде Гохун көріп қойып, оған айғайлап, үйден шығуын және бұл үйге не үшін кіргізгенін сұрап, Чо ханымға айғайлайды. Үйден шығарып жіберіңдер деп айғайға
басқанда Чо ханым бұлардың өздеріне қатты айтып және өздері кінәлі екенін, Лиге бұндай нәрсе бекер жасағанын барлығын айтады. Және Чо ханым жұмыстан өз еркімен шығып кетеді. Ал Ли болса сол жерде қалып, келесі күні мойнына жіпті алып, люстраға байлап, үйдің иелерінің көзінше асылады және сол жерде өзі өртеніп, тірідей өртеніп, дауысы шықпай өліп қалады. Бұл жерде бұл қызға барлығы қарап тұрады, Гохун да, оның келіншегі де барлығы қарап ешнәрсе жасай алмайды және одан кейін де өмірлерін сүре береді. Ал Ли болса, ол өліп қалады. Енді мен бұл киноның несін түсінбедім, түпкі ойын сіздер қалай ойлайсыздар? Лидің жасағаны дұрыс па? Ол өзі өртеніп өлгеннен не пайда тапқанын мен түсінбедім. Менің ойымша енді көп ақшаны алып тайып тұрмай ма деп ойлап қоямын. Және бұл кино ұнаса және комментарийге ұнаса лайк басып кетіңіздер және комментарийге өз пікірлеріңізді жазып қалдыруларыңызды сұраймын. Жақсы, сау болыңыздар.